Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі өтетін сабағымыз 4-ші сыныптың 7-ші сабағы. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып қоюды ұмытпаңдар. Бүгінгі тақырыбымыз табиғат ғажайыптары, фонетика әлеміне саяхат. Тыңдаған мәтін бойынша мазмұндама жазуға машықтанатын боламыз. 30-ші тапсырма: мәтінді тыңда. Әнші құм. Жетісу өңірінде орналасқан құмды төбе Әнші құм деп аталады. Биіктігі 150 метр, ұзындығы 8 километр, ені 3 километр. Құм төбенің бұлай аталуының өз сыры бар. Жел соққанда майда құм түйіршіктері сусылдап, төмен қарай жылжиды. Осы кезде сырнайдың үніне ұқсас таза, әдемі әуен естіледі. Егер жел күшейе соқса, әлгі әдемі әуен реактивті ұшақтың гуіліне ұқсап кетеді. Осындай ғажап әуенді есту үшін адамдар оған әдейі баратын болған. Табиғаттың мұндай ғажап әншісі ешбір елде жоқ. Ендеше жоспарды толықтырып, мәтін бойынша мазмұндама жазамыз. Жоспар: біріншіден әнші құмның сипаты, әнші құм аталу себебі және ары қарай жалғастыру керек. Жазған жұмыстарымызды өзара тексереміз, жіберілген қателерді анықтаймыз. Ендеше жоспарды жалғастырайық. Жоспардың соңғы бөліміне табиғат әншісі деген ат қойсақ болады. Ал мәтін бойынша мазмұндама айтатын болсақ, Жетісу өңірінде Әнші құм деген төбе бар. Оның биіктігі 150 метр, ал ұзындығы 8 километр, ені 3 километр деп айтсақ болады. Ол төбеден жел соққанда құмдар сырғанап, әдемі әуен естілгендей болады. Сол үшін де ол төбешікті Әнші құм деп атап кеткен екен деп қысқаша айтсақ болады екен. Келесі тапсырма: парталасыңмен диалогты оқып, әрі қарай жалғастыр. Мерей, сен жазғы демалыста қайда бардың? Мен атаммен бірге Әнші құмды көруге бардым. Әли, өзің қайда бардың? Мен Жұмбақтасқа бардым. Бұл мәтінді жалғастыру үшін жаңағы Әнші құм жайлы мазмұндамадан, тексттен ақпарат алсақ болады. Сол үшін былай жалғастыруға болады. Әнші құмда шынымен әдемі әуен естіле ме? Иә, жел соққан кезде керемет әсер аласың. Ал Жұмбақтас шынымен адам бейнесіне ұқсайды ма? Иә, ерекшелігі екі жағынан қарасаң, екі түрлі мүсін көресің. Табиғаттың ерекшеліктері бітпейді ғой, керемет деген сияқты мәтінді диалогты аяқтасаңдар болады. Келесі тапсырма: сөздердің тасымалдану түрлерін көрсетіп жаз. Сөздер не үшін тасымалданады, себебін түсіндіріп көр дейді. Жалпы біз диктант жұмыстарын болмаса белгілі бір мәтіндерді жазу барысында бір бетке бір сөз толығымен сыймаған жағдайда ол сөзді тасымалдаймыз. Тасымалдану заңы көбінесе, яғни сөздің буынға бөлінуіне байланысты тасымалданады. Бірақ та адам есімдері және жер су аттары тасымалданбайды. Сондықтан да бізге берілген сөздер арасындағы Жетісу сөзі тасымалданбайды, себебі ол жердің аты болып тұр. Түйіршік сөзі екі жағдайда тасымалданады. Біріншісі түйіршік, екіншісі түйіршік. Ал қалған сөздер өңір, күшею, әуен деп тасымалданады екен. Есімізде сақтап алайық. Сабақ түсінікті болса, келесі тапсырмаға көшеміз. Шығармашылық жұмыс. Алдымен әріптерді мағыналы сөздер шығатындай етіп ұяшықтарға орналастырамыз. Содан соң нөмір қойылған ұяшықтардағы әріптерден сөз құрастырамыз. Тапқан сөзіңдегі құс туралы дерек көздерден ақпарат жина дейді. Ендеше бізде бірінші қабатас, наұлық және рыспа деген сөздер берілген. Бұларды яғни дұрысынан орналастыратын болсақ, бізде тасбақа, құлан, барыс деген сөз шығады. Ал сандар орналасқан ұяшықтардағы әріптерді біріктіретін болсақ, құр деген құстың аты шығады. Құр деген құс жалпы тауық тәрізділер отрядына жататын орман құсы екен. Қазақстанда Жайық өзенінен Ертіс өзеніне дейінгі орманды аймақтарда мекендейді екен. Алтай, Тянь-Шань, Жетісу, Жоңғар алатауларында да кездеседі екен. Қалба Алтайында көбінесе Марқакөл, итмұрын, бұта арасында тіршілік етеді екен. Дене тұрқы 53-57 сантиметр, ал салмағы 1,2, 1,800 килограмм аралығында болады екен. Ендеше сендерге сабақ түсінікті болса, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Құр құсы жайлы басқа да ақпараттар енгізсеңдер болады. Сабақтарыңда бестік алуларың тілектеспін. Келесі сабаққа дейін кездескенше сау болыңдар.